Инсталайық жобасына шығуға лайық болған жұлдыздар мыналар. Сүйдім мен бұл өмірде сендей жанды. Беспаев жасаған тойға 5 елдің жұрты жиылды. Біздің арамызда бірінші келін түсіріп отыр Мейрамбек. Ал Мейрамбектің көкесі Алтынбек Қоразбаев 91 тобын жақтауда. Шәкірттері сенер емес. Алтынбек Қоразбаев көкем мүмкін емес, бүкіл жастардың шаш бояғанда қарсы емес деп айтып, шаш бояса боясын іштегі жоқ. Ернар Айдар плагиат әндерімнен қазақтар хабарсыз деп бейғам жүр. Оясын сағынып, күн батып барады. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla. Daha güçlüyüm ben hatalarımla. Жұбаныштай ағаларының ашулы екенін ол білмейді. Эстрадалық музыканың өтеді екен деп жоқтан өзгені айтып, жаңағы халықтың олай бермеу керек. Түркі өнерде жүргендер зерттеп, оны бетіп ашпаса, оны қазақ халқы түріктің ән екенін де білмейді. Жастарға сын айтқан Жұбаныш Жексенұлы өзі де жас әншіге қамқор болып жүр. Оның баласы әке жолын қуам дейді. Біздің өзі әулетімізде музыкамен кәсіби деңгейде айналысқан ешкім болмаған. Осы менен бастап тұрған сияқты. Сондықтан сол жолды жалғастыратын жігіттер қыздар керек қой. Ұлықпан Жолдасов батыстың әншілеріне ғана көмектеседі дейді жұрт. Неге? Біздер кішкене батыс жақта тіліміз келеді. Кісінің боқтаса боғызында көтеріп қаламыз. Соны көріп алды да, бұл тек қана батыстың жігіттерін тартады, әлем пәлен деген әңгіме болды. Қазақ музыкасындағы плагиат тақырыбын талай әріптесіміз талай рет қозғады. Плагиатшы жұлдыздардың есімі де әшкере болды. Алайда ұрлықтың тоқтайтын түрі жоқ. Бұл жолы плагиат жасаған жерінен Ернар Айдар ұсталды. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla. Daha güçlüyüm ben hatalarımla. Bultsuzdım merkedim arayla. Оясын сағынып, күн батып барады. Түркі өнерде жүргендер зерттеп, оны бетіп ашпаса, оны қазақ халқы түріктің ән екенін де білмейді мысалы. Сендер айтпасаңдар, қарапайым халық не білсін дейді Ернар жігіт. Қателеседі. Бүгінде халықтың білмейтіні жоқ. Ерекең шетел хиттерін Қазақстанға импорттауда алдына жан салмайды. Ендеше оның плагиаттарын жіпке тізіп көрейік. Como decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso. Жапырақтай бұл жүрек, ұмыта алмай жас күнін. La 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 ben de böyleyim. Тіл хаттыңда қанды тулаттың. Плагиат деген ең бір, қалай айтсам екен, бір төмен нәрсе ғой. Ол музыкаға жатпайды меніңше. Ол адам, плагиат жасаған адам, музыкаға жаны ашымайтын адам. Алысы Америка, берісі Түркиядан ән ұрлайтын Ернардың талғамы нашар емес сияқты. Тек хит болатын туындылармен ісі бар өнерпаздың ән ұрлаудағы әдісі өзгеше. Бастысы жылдам болу керек дейді ол. Тыңдармандардың өзі қазір дамып кетті ма, тез тыңдап жатыр да әндерді. Шығарып тұрмасаң да болмайды бір жағынан. Шығармай кетсең болды, сені ұмытып кетеді. Сол себепті қазір тез әрі сапалы шығару үшін түні күні ұйықтамай, бір минутта уақытыңды бос жібермей, еңбектенуге тура келеді. Ернардың аса еңбекқор екенін шетелдіктер де біліп алса керек. Әнімді ұрлаңызшы деп өздері сұранатын көрінеді. Әртүрлі енді ұнаған әнді ала береміз ғой. Ұнайды. Мен табиғатыма келеді, біреулер ұсынып жатады керек болса, мына әнді айтыңызшы деген сияқты. Мысалы, қаншама қырғыз елінен қаншама ұсыныстар түсіп жатыр. Қырғыз демекші.
қырғыздың әнін қазақтың тойына алғашқылардың бірі болып әкелген Ақылбек Жеменейге Ернардікіндей ұсыныстар келіп жатқан жоқ. Сондықтан ол әзірге бұйырғанын айтып шүкір деп жүр. Әртүрлі бағыт. Құдай қандай бұйырады, бағыт, сол бағытта ұрып отырды. Бәрібір той бағыты ма, ол жаңа лирика ма, рок па, бәрібір клубын ма, бәрібір. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деп аталатын бұл әдіске Жұбаныш Жексенұлы түбегейлі қарсы. Толығырақ алдағы сюжетті өз парақшасынан инсталаймыз. Әсіресе ең қазіргі өтімді ол эстрадалық музыка. Сол эстрадалық музыканың өтеді екен деп жоқтан өзгені айтып, жаңағы халықтың олай бермеу керек. Сол атақ арқылы түсетін ақшаны қуалап жүре берсе, ол қазір оның зиян тигізбегенмен ертең бір уақыттарда мына әндерді сендер тыңдағансыңдар ма деп бір-біріне біздің балаларымыз күліп жүрсеші ертең. Жұбаныш Жексенұлы қазақ эстрадасының шын жанашыры. Болашақ ұрпақтың қазіргі музыка туралы ойы оны тегіннен тегін мазаламайды. Балаларын ойлап жүрген Жексенұлы жақында өз ұлын үлкен сахнаға алып шықты. Ол дала шақырады алған, таусылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Жұбаныш мырзаның жанындағы жігіт оның тұңғышы Әбілқайыр. Әке көрген оқ жонар. Музыкант әке көрген гитара ұстап ән айтар. Бір жағынан енді мен осы музыкант боласың, болсаң да болмасаң да музыкант боласың деп ешқандай бір шарт қойып болсын осы музыкаға келеді деп ойлаған жоқ. Ол өзі бір сол жастайын осы музыкада қызықты, гитараға қызықты, сол аспапта қазір енді әйтеуір белгілі бір деңгейде, жақсы деңгейде меңгеріп жүр, әлі де өседі, әлі де дамиды. Сондықтан бұл өнерге көлденең көк атты болып келген жоқ деп ойлаймын. Әбілқайыр Жұбанышұлының өнер ордасына кездейсоқ келмегені айдан анық. Өнер оның бойына әкенің қанымен дарыған. Алайда 50%-ның көбі осы музыкада, өнерде жүрген адамдардың, сахнада жүрген адамдардың көбі балаларын сол өнер жолында болғанын қаламайды. Өйткені оның қаншалықты ашытшысын, ауырлығын, өнер жолы ауыр жол деген әңгіме бар ғой. Баласын қиын жолға қимайтын әкелердің бірі Ақылбек Жеменей. Жоқ ондай мақсатым да жоқ, нем де жоқ. Енді қатты әнші болып талант шығарып баратса енді көрмесек, былай өнер жолы ең ауыр жол, сондықтан да оны өзім қаламаймын. Бірақ енді мен енді зорлап әнші қылмайым, зорлап пианист қылмайым, зорлап домбырашы, ақын қылмайым. Ал Жұбаныш мырзаның ұлы папасы жүрген бұралаң жолды таңдады. Сол себепті де өнердің бүге-шүгесін әбден зерттеген әкенің баласына айтар өсиеті көп. Мен ылғи да айтам, міндетті түрде теледидардан күніге жарқырап, болатынды да болмайтынды да айтып, сол жерде жүре беруіміз атақты болу міндет емес әр адамға. Адам кәсіби маман болу керек осы заманда. Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Әбілқайыр да сол атақты болап, қазіргі мынау базарға, қазіргі рынокқа кіргісі келіп жүрген жігіт емес. Ол сол таза музыкаға, баяғыда айтатын ба, ұлы мәртебелі музыка. Ұлы мәртебелі музыкаға қызмет істейін деп, адал еңбек етейін деген оймен жүрген жігіт. Жұбаныш Жексенұлы айтпақшы, ұлы мәртебелі музыканың қадірі қашып, қасиеті азайып бара жатқаны өтірік емес. Азайтып жүргендер де арамызда. Олар бүгінгі даудың кейіпкерлері. Ендеше әрі қарай инсталайық. Беспаев жасаған тойға 5 елдің жұрты жиылды. Біздің арамызда бірінші келін түсіріп отыр Мейрамбек. Ал Мейрамбектің көкесі Алтынбек Қоразбаев 91 тобын жақтауда. Шәкірттері сенер емес. Алтынбек Қоразбаев көкем
мүмкін емес. Сырға тағу несі бар? Сырға тақсам кезінде біздің батырларымыз да сырға таққан. Ұлықпан Жолдасов батыстың әншілеріне ғана көмектеседі дейді жұрт. Неге? Біздер кішкене мынау батыс жақта тіліміз келеді. Біздің боқтаса боғызында көтеріп қаламыз. Соны көріп алды да, бұл тек қана батыстың жігіттерін тартады, әлем-пәлем деген әңгіме болды. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалында жағайықшы қайтадан. Келесі тақырыпқа арқау болған сол баяғы 91 тобы. Көрерменнің әбден мезісін қашырған топқа тоқталмасқа амал жоқ. Бұған дейін ел ағаларынан бастап тек наразылық естіген топтың нағыз жанашыры пайда болған. Алтынбек Қоразбаев жұрт жек көретін топты жақтап жүр. Шәкірттері көкелерінің бұл әрекетін түсінер емес. Алтынбек Қоразбаев көкем мүмкін емес, бүкіл жастардың шаш бояғанда қарсы емеспін деп айтпаған шығар. Жоқ, ол енді өмірдің ағысы. Өмірдің ағысымен жүрген дұрыс. Мысалы енді шаш бояса боясын, іштеген жоқ, ол әдеміліктің бір кейпі шығар. Тек шашқа қатысты емес, жұрттың бәрі сынаған сырғаны да Қоразбаев көке мақұл көріп отыр. Әзірге әріптестері сырғаны Қыстекенің белгісі десе, Алтекең бұған басқаша түсініктеме берді. Сырға тағу несі бар? Сырға тақсам кезінде біздің батырларымыз да сырға таққан. Менің мысалы оң құлағым тесік. Кішкентай кезімде менің өзім әпкем, туған әпкем. Жаңағы мен ұзақ жасасын, мен ең кенжесімін, 16 баланың кенжесімін. Ұзақ жасасын, көз тиместен сырға таққан маған. Ол сырғаны мен 4-ші сыныпқа келгенде алып тастадым. Ештеңе жоқ. Сырға деген ол еркекке де тән нәрсе болған. Сіз ол сөзге дұрыс түсінбеген шығарсыз. Кезінде қазақтарда болған екен. Мынау бір түйір ұлға көз тимесіне құлағына сырға салып қойған. Оған мен енді қарсы шыға алмаймын. Ал енді біз ол үрдісте емес, біздің ол үрдісте салып жатқан жоқ. Олар қазіргі балалардың жастардың құлағына сырға салып жатқаны еліктеу. Өзге ұлттарда бар ғой. Құлақтарына бірнеше сырға салып, сол еліктеуден дүниеге келіп жатқан дүние ғой, соған бола біздің жүрегіміз ауырады. Тоқтар Серіктің өзі 91 сияқты топтарды мүлдем мойындамайды. Ал атшулы Қоразбаев қызғыштай қорғаған жігіттер ол кісіні таниды екен. Бұл әрине басқа күннің сұрағы. Ал әзірге ұстаз бен шәкірт арасындағы бүгінгі дауға нүкте қояйық. Біздің қазақ деген халықтың өзі текті халық қой. Таржаланғаш адам жақтырмаймыз ғой, о бастан. Кіндігін ашып сап, билеп өлең айтатын, ауыз салақтаған, құлақтарына сырға салған, не айтып тұрған өздері білмейтін бір әншілер пайда болды. Сен мынаны құртынан жоқ қылып жіберді деген сөз ол болмайды. Айтсын, Европадан үйлесіп қалып қойғы болмайды şu. Айтып отыр, өмір өзен ағып жатыр. Сол өзеннен қалып болмай, бірге ағып керек. Алтын көкелері Алтынбек Қоразбаев шәкірттеріне мұндай топтармен күресті басқаша жасау керек деп үйретуде. Өмірдің өзі қоғамға қажеті бар адамдарды қалдырып, керексізін жоғалтады дейді көпті көрген композитор. Ұлықпан Жолдасовты бір күні бөрі жейді. Өйткені ол бөлінеді дейді көпшілік. Батыстықтар мен Адай руынан тарағандардан басқасы сазгерге осындай айып тағуда. Жолдасовтың батыстық жолдастарға жағынырақ болуы тегін емес көрінеді. Үйретілген ит болады ғой. Өзің үйретілген итін жақсы көресің. Бөтен ит әкіп кетсең үйрету болады, оны қиын болады. Біздер кішкене мынау батыс жақта тіліміз келеді. Біздің боқтаса боғызында көтеріп қаламыз. Бәлкім сол жағынан ыңғайлы болғасын тартатын болар деп ойлаймын. Жалпы батыстықтардан тек Ұлықпан Жолдасов емес, олардың барлығы дерлік руы мен елін мадақтауға құмар деседі халық. Мәселен, алғашында Ғаділбек Шүрембай болып шыққан хитмен жігіт көп замай Жанай деген руын өзіне лақап қылды. Руды туғып жүрген тағы бір батыстық әнші бар. Өзім Ақылбек Жемени деген руымды, мысалы, Адайдың ішіндегі Жемени деген. Кейбіреулер сен бөлінесің деп қойды да. Ондай бөлінген ештемес жоқ. Өзіміздің атамыздың аты. Сонымен жүрміз. Мен бөлінгенді өзім ұнатпаймын. Ешқашан
бөлініп көрген емеспін. Лұқпан Жолдасов та дәл осылай дейді. Айтуынша, бөлінет деген айыптаулар Каспий тобынан кейін басталған. Мен жаңа бір Каспий деген топты шығара қойып едім кезінде. Жалт етеді бір үміт тайып беріп, жалынамын жанындай жайып көріп. Соны көріп алды да, бұл тек қана батыстың жігіттерін тартады, әлем пәлен деген әңгіме болды. Заман тобы да сол батыстан болды. Таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда. Ендеше Жолдасовтың жетекшілігімен жүрген өзге өңірдің әншілерін тізбектеп көрейік. Мысалы мен айтатын болсам, көп тоқтар, Серіков, Саят, Медеу, Тебенсін Нәби Аймұратов бар, Қалаберді Әділ Сламхан бар, Қытай елінен. Көп Қарағандыдан бар, Бастау тобындағы Ерасыл, Алматтан Айбар бар, тағым бар, Шымкенттен Жеті Кезетін бар. Көп шындығын айтқанда, ол тек қана сол бір Каспий тобымен соны көріп қалады да. Лұқпан аға өзі айтады, бұл нәрсеге жаңағы, ол кісіге де сондай сұрақтар келеді ғой. Неге батыстардан келесің? Неге мынау оңтүстіктерін тартпайсыздар? Бар ғой арамызда диета деген бар ғой десең. Шынарау деп шақырсам шықпа үйіңнен, біреу барма шығатын сенде көңілде. Батыстықтарды емес, таланттыларды тартам дейді сазгер аға. Өнері жоқ адам кеп көмек сұраса, жерлес болғанына да қарамайтын көрінеді. Себебі бұл жерде жерлестерінде жерлесі бар. О жерде жаман айтып, сапасы жоқ. Біреу әләләу деп жүрген біреу болса, осы қаяқтан Маңғыстаудың жігіттері еді, осыны Лұқпан өзінше тартылап жүр, дым айта алмайды десе, онда мен басқаша көзқараспен қарай беремін. Ұлы композитор атануды мүсе тұтқан Лұқпан ұятты ойлайды. Сондықтан қызы Фаридаға берген уәдесін орындай алмаған үшін қысылуда. Біраз тұрыңқырап қалып жатырмыз. Ол Фаридада шынымды айтсам, альбом қашан бітеді деп қояды, сонымен енді біраз жазылып қалды, бітуге жақындады енді. Бұл күй табақты Фариданың өзі ғана емес, тұтас ел күтуде. Сондықтан сазгер әкенің асыққаны жөн. Ал ән жинақ жарыққа шыққан бойда Фарида Жолдасованың парақшасын инсталаймыз. Қалам алып қолыма жазамын қашазам. Мейрамбек Беспаевқа ғашық емеспін дейтін нәзік жандылар кем деген. Оның жары болуды кезінде көп ару армандады. Алайда Мейрамбек өз жүрегіне мейрам сыйлайтын бір ғана қызды қалады. Бүгінде олардың екі перзенті бар. Айтып айтпай не керек? Мейрамбектің өмірін тыңдарманы бізден де жақсы біледі емес пе? Алайда жақында шыққан жаңалық тұтас елдің арасында үлкен шу тудырды. Мейрамбектің шаңырағында келін күтудеміз. Келін құтты болсын. Осы той болған күні әлеуметтік желілер біраз шулады. Мейрамбек келін түсірді деген жазбасы бар суреттер түрлі қауесеттерге сеп болды. Қалайша Мейрамбек қайната болады? Осындай сансыз сауалдың жауабын білу үшін Беспаевтардың тойына біз де бардық. Бүгін үйленіп отырған Мейрамбектің немере інісі, оны баласындай көріп отыр. Мейрамбекте ата болатын уақыт болған жоқ, оған мен аталыққа қимаймын әлі. Ол 40-қа дәл толған. Енді біздің арамызда бірінші келін түсіріп отыр Мейрамбек. Мейрамбектің бауыры емес, баласы сияқты болып кеткен ғой. Мейрамбектер кішкентай көз алдында өскен. Біз кішкентай кезінен білеміз. Сол қуанышына атсалысып келіп отырмыз. Мейрамбектің үйіндегі той оның інісі Мейірбекке тиесілі болып шықты. Үйленіп жатқан жігіт Беспаевтың бауыры емес, баласы сияқты өскен. Ал мархабат бұл азаматқа жеңге емес, анасындай. Себебін Мейрамбектің ұстазы баяндады. Мейрамбектің әкесі де, шешесі де өкінішке орай енді одынмен болып кеткен. Содан өзінің қанаттарға қақтырмай, тұмсыққа шоқтырмай дейме, өзінің немере інісін баласындай көріп, бауырына басып, күнгі той жасап отыр. Беспаев жасаған тойға 5 елдің жұрты жиылды. Жұлдыздар қауымы түгел жүр. Тек сұхбат беруге уақыттар болмады олардың. Өйткені барлығы қызметте. Қалай болғанда да Мейрамбек жасаған той әлеуметтік желілерді шулатқан басты тақырып атанды. Инсталауға лайық осындай тойлар көп болғай. Әзірге осы. Келесі аптада бірге инсталайық.